Быйылғы жылы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің ақпаратына сәйкес қалашылық жолдарға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Тек қана ағымдағы жол жөндеу жұмыстары атқарылды. Әзірге бұл науқанды жалғастыруға ауа райы қолайлы болып отыр. В этом году ремонтируем именно текущим. Біз быйыл қаланы барынша қамтыдық. Қонаев, Абай, Әуезов энергетиктер көшелерінде шұңқырларды бекіту жұмыстары жүрді. 207-208 кварталда ағымдағы жол жөндеу жұмыстары басталғалы жатыр. Ендігі жылы Торайғыров, Әуезов, Сатпаев, Молдағұлова көшелеріндегі жолдарды қайта құру жұмыстары жүрмек. Қонаев көшесінде күрделі жөндеу жұмыстары жоспарлануда. Рейд қатысушылары Юго-Запад 7 мекен жайындағы жекеменшік үйлердің аумағын тексерді. Мұнда быйыл асфальт төселмеді, бірақ тегістеу жұмыстары жүргізілген. Бұл әрине ықшам аудан тұрғындарының мәселесін шешпесе де, мұндағы халық жаңбырлы күндері балшыққа белшесінен батпас анық. Шағын аудан тұрғындарының тағы бір шағымы ашық жатқан құдықтардың жағдайына қатысты болды. Айтуларынша, қараңғыда ашық құдыққа кез келген адам құлап кетіп, жапа шегуі мүмкін. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қоғамдық кеңесінің өкілдері қолда бар құралдарды пайдаланып, құдықтың ашық жатқандығы жайлы хабардар ету үшін тосқауылдар орнатты.